кешірім сұрап келді, иә. Үйдегілері, туысқандары барлығы кешірім сұрап келді. Мен істі сотта қаралып, олармен соттасу менің мақсатым болған жоқ. Жарайды, главное, өздері кешірім сұрап, істеген істеріне өкініп тұрса, деп кешірім беруге келіскен болатынмын. Туысқандары, достары қайта-қайта келіп, жылап, еңіреп, солай келісіп тұрған кезімізде менің бұрынғы күйеуім өзінің басқа бір пиғыл ойы болған екен. Яғни мені якобы дені сау емес, ішінде жын бар деген сияқты әртүрлі жалған ақпараттармен менің атыма мені қаралап, роликтар жасап желіге таратады. Содан кейін мен бұл кісілерді уже кешірім бергенді түсінбейді екен деп, бұларды соттасуға мен бұлармен уже соттасамын деп шештім. Сот процесі 6 айға созылды. 6 айға созылған сот процесінде үш сотталушы ешқандай кінәларын мойындаған жоқ. Және де барынша кісілік танытып, сот процесі барысында издеваться етіп, күліп, барынша өтірік ақпараттарды айтқыздырып, бір жалған куәлерді алып келіп, оларға айтқыздырып, 9 жылға бұрынғы күйеуім, ал 2 көмектескен жігіт 8 жылдан бас бостандығын айыру жазасына тағайындалды. Ал енді врачтарға келетін болсақ, врачтардың мәселесі әрине мен келіспеймін, наразылық танытамын. Алдағы уақытта міндетті түрде психдиспансер қызметкерлері дәл осы 3 сотталушы сияқты заң аясында жауапкершілікке тартылу керек деп санаймын. Және де денсаулық сақтау министрлігі жасаған қорытындыны мен бас прокуратура арқылы бұздырып, именно сол Арман Канатович деген бас маманның берген қорытындысын, сол Арман Канатовичтің өзін жауапкершілікке тарту керек деп санаймын. Психдиспансерде айтылған бос сөздерге негізделеді. Ал барлық жауаптар, дәлелдер қағаз жүзінде менің қолымда бар. Яғни мен сот процесі барысында бұл врачтардың алдын ала сөз байласқанын, Түркістандағы бір фельдшер арқылы сөйлескендерін, барлығын жасырын тергеу әрекеті арқылы мен сот процесінде дәлелдеп бердім. Керек, заңды күшейту керек. Біз әлсіз жандар, әйелдер, мықты деп санап жүрген еркектердің қолында бұлайша қорланатын болсақ, психбольницада ойлаймын, сау адамдардың саны да көбейеді деп ойлаймын да.